Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз тифлопедагогикада жасанды интеллект көмегімен оқу материалын бейімдеу. Тифлопедагогика жасанды интеллект көмегімен оқу материалын бейімдеу. Жасанды интеллект технологиялар қолданылатын қазіргі білім беру платформалары. Қазіргі заманғы білім беруде жасанды интеллект технологиялар кеңінен қолданылуда. Олар оқу процесін жекелендіруге, оқушылардың қажеттіліктеріне сай материалдарын бейімдеуге және мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуге көмектеседі. Жекелендірілген оқу траекториялары, автоматтандырылған бағалау жүйелері және интеллектуалды оқу көмекшілері жасанды интеллекттің білім берудегі негізгі қолданыс бағыттары болып табылады. Мобильді қосымшалар мен веб-сайттар оқу материалдарын бейімдеу үшін қолданыстағы құралдар. Мобильді қосымшалар көру қабілеті бұзылған оқушыларға арналған арнайы мобильді қосымшалар, дауыстық көмекшілер, экран оқығыштар және тактильді кері байланыс арқылы оқуды жеңілдетеді. Бейімделген веб-сайттар. Веб-сайттардың қолжетімділігін арттыру үшін контрастты түстер, үлкен шрифттер, дауыстық сипаттамалар және braille дисплейлерімен үйлесімділік қамтамасыз етіледі. Интеграцияланған платформалар. Бұл платформалар әртүрлі оқу құралдарын біріктіріп, оқушыларға кешенді қолдау көрсету, оның ішінде жасанды интеллект негіздерін бейімдеуде функциялары да бар. Құралдардың қолжетімділігі мен балалардың қажеттіліктеріне сай бейімделуі. Құралдардың қолжетімділігін арттыру негізгі мақсат әрбір баланың жеке қажеттіліктеріне сай оқу процесін ұйымдастыру. Бұл дайын материалдарды бейімдеумен қатар жасанды интеллект арқылы жаңа арнайы контент жасауды да қамтиды. Дауыстық интерфейстер мен сөйлеуді таныту технологиялары, тактильді және braille дисплейлерінің интеграциясы, визуалды ақпаратты аудио немесе тактильді форматта түрлендіру, жекелендірілген оқу жоспарын автоматты түрде жасау. Тифлопедагогикада қолданатын халықаралық және жергілікті білім беру ресурстары мен бағдарламалар. Халықаралық платформалар, жергілікті бағдарламалар және жасанды интеграциясы осы негізі бола алады. Жасанды интеллект құралдары мен платформалар көру қабілеті бұзылған оқушылар үшін интерактивті оқыту, мазмұнды түрлендіру, дыбыстық және сенсор жаттығулар арқылы өзара әрекеттесу дағдыларын дамыту, жекелендірілген кері байланыс, практикалық тапсырмалар мен процестер бақылау және жасанды интеллект көмегімен оқу материалын түрлендіру, интерактивті оқу ортасын құру, жекелендірілген кері байланыс беру және дағдыларды дамыту мүмкіндік болады. Case study сәтті іске асырылған жобалар. Суреттер мен мәтінді танып, оны дауыстап оқитын жасанды интеллект қосымшасы. Бұл оқушыларға айналадағы әлем туралы ақпаратты алуға көмектеседі. Көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған көруші көмекші қызмет. Онда жасанды интеллект және адам операторлары нақты уақытты визуалды ақпаратты сипаттайды. Оқушылардың көзілдірігіне бекітілген шағын жасанды интеллект құрылғысы. Ол мәтінді оқып, беттерді танып, нысандарды анықтай алады. Қиындықтар мен шешімдер. Педагогикалық аспектілер жалпы мұғалімдердің жасанды интеллект технологияларға қолданудың дайындығының төмендігі және тағы басқалар мысал болады. Болашаққа көзқарас жасанды интеллекттің тифлопедагогиканы дамытудағы әлеуеті, жаңа деңгейдегі қолжетімділік, жекелендірілген оқу, креативті мүмкіндіктер, деректерге негізделген шешімдер. Тифлопедагогика жасанды интеллект қолданудың теріс жақтары: технологияның тәуелділігі, әлеуметтік оқшаулану, деректердің құпиялығы, адам факторының жетіспеушілігі мысал бола алады. Назарларыңызға рахмет.